Ассаламу алейкум, қазақтар. Қазір жақында біздің президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев Пакистанға барды. Көптеген мамандар осы мына туралы айтып отыр. Бізге Пакистан не пайдасы бар, не пайдасы. Сол себептен мен осы тақырып туралы айтқым келеді, сөйлесім келеді. Қазіргідей білесіз ғой, көріп отырсыз ғой, мына Қазақстан төңірегінде ахуал өте ауыр, өте қиын, жағдай өте қиын. Бәрі жерде соғыс, бәрі жерде білесіздер ғой, да. Сол себептен тек Қазақстанға, тек қана мына ешкім Қазақстанға шабуыл жасамауға тек қана біреу ғана жалғыз кепілі бар. Ол не кепілі? Бұл кепілі ядролық қару. Бірақ бізде ядролық қару жоқ. Бізде ядролық қаруға ие болуға бізде ешкім бермейді. Бізде санкция астына кетіп қаламыз. Бірақ бүкіл әлемде біреу ғана мұсылман, ислам діні бар, ядролық қару бар. Біреу ғана мемлекет бар, елі бар. Бұл мемлекет, бұл елі Пакистан. Егер Пакистанмен келісім болса, келісеміз, оны Пакистан бізде Қазақстан үстіне мынандай ядролық қару қолшатыр ашылады, онда бізге ешкім сырттан шабуыл жасамайды. Екінші, бізде не пайдасы бар Пакистаннан? Қазіргідей біз басқа солтүстік көршінің арқылы, мына мұнай құбыры арқылы біз мына Новороссийск портына апарамыз, жеткіземіз. Бірақ ол солтүстік осы мына тасымалдауға, мына солтүстік көршінен біз өте тәуелділік тым болды, өте көп бізде сөз. Ол мына порт Новороссийск немесе соғыс байланысты, немесе өздер тоқтатуға мынандай қалуы мүмкін. Ешкім білмейді, олар өздер білмейді, ертең не істейді. Сондықтан мына біздің өзіміздің Қазақстанның мұнай басқа жолдарын жеткізуге, тасымалдауға біз іздеуіміз керек. Мына менің ойымша Пакистанна Араб теңізде порттары бар. Солға дейін біз Түркменстан арқылы Ауғанстан, мынандай трубопровод түбірі немесе мұнай түбірі немесе темір жол мен жеткізуге болады. Бірақ бір мәселе бар, басқа ел осы жобаға кіру мүмкін, уже кірді дейді. Мен ойымша Түркменстан, Ауғанстан, Пакистанмен біз өзіміз келісуіміз керек. Тағы да Пакистан Америка Құрама Штаттың одақтастары. Сондықтан бізде өте 2 есе жақсы. Өйткені Америка қай жерге келеді, сол мемлекет бай болады. Білесіздер ғой, Сингапур, Оңтүстік Корея, басқа Жапония, ана жерде бәрі жерде бай болып қалады мына мемлекеттер. Сондықтан біздің ата-бабаларымыз бірнеше мың жыл, бірнеше ғасырлар бұрын ислам қабылдады. Мен ойымша, ислам қазақтар үшін ол ең жақсы келетін дін, ол ең жақсы бізге келеді. Бірақ екінші себебі бар, осы мына ислам біздің ата-бабаларымыз қабылдады не үшін? Олар келесі ұрпақтар, біз келесі ұрпақтар осы планетада, осы әлемде жалғыз қалмас үшін ислам қабылдады олар. Бізде мына көптеген бізде Пакистан өздер мына 250 миллион тұрғылық бар.
тұрғылыqылар ішінде 99-98% мұсылман, суннит. Егер біреулер сырттан Қазақстанға шабуыл жасаса, біз мына осы Пакистанмен келісуіміз керек. Бізге ақша үшін біріншіден мүмкін көмектеседі, бірақ оны ұзақ жалғастырса, соғыс мына ақша төлеу керек. Олар бізбен көмектеседі осы соғысқа деп ойлаймын. Жихад, газават деп айтамыз ғой. Осы біз мұсылманбыз, біз мына пайдалануымыз керек. Біз оны почти біз пайдаланбаймыз. Тағы да бұрыннан бері бірнеше мың жыл біз Пакистан, Афғанистан, біздің ата-бабаларымыз, біздің ұлы хандарымыз осы мына жерлері басқарған болатын. Пакистанда урду тілі бар. Урду тілі қайдан шыққан? Ол қайдан сөз шыққан? Урду ол орда сөзден шыққан. Себебі Шыңғысханнан уақыттан мына Шыңғысхан уақытта осы мына урду келді. Урду не ол? Қазақтың сөзімен, парсы сөзімен қоспасы мынандай аралас. Ол сол кезде келген. Сондықтан біз бірнеше ғасырлар бойы Пакистанмен бірге болғанбыз. Біз мына осы достастық жалғастыруымыз керек. Солай осы айтым келеді. Өзінің пікіріңізді жазыңыз. Назарыңызға рахмет.